Құрметті достар, мен бүгінгі жиыннан кейін қазір ғана үйге оралып келіп отырмын. Өйткені жиыннан кейін кішкене сөйлендедік, біраз белсенділермен отырдық, әңгімелестік, ақылдастық. Қазір ғана үйге келіп отырмын. Сағат 4-тен 5 минут кетіп бара жатыр. Бүгін 1 сәуір әлбетте, сенбі күні. Жиын жақсы өтті деп есептеймін. Біріншіден, осы жиынымызға келген белсенділер, ел, жер, тіл жанашырлары өздерінің саяси мәдениетін көрсетті деп ойлаймын. Өйткені 3,5 сағат бойы отырып, бірін сөзін бөлмей, аяғына тыңдап отырды. Енді халқымыз ғажап ақылды ғой. Қазірде бүгінде бұған көзіміз жетіп жатыр. Өйткені демократия, адамдарды сыйлау, тыңдау, аяғына дейін тыңдап алу, ол біздің қанымызда бар қасиет. Биліктегілер үнемі айтады, біздің халқымыз демократияға дайын емес деп, ол күлкілі. Міне, бүгін қандай жиын өтті? Мен ойлаймын, 200 адам жиналды ғой деймін. Қандай мәдениет түрде өткіздік. Ол халықтың арқасы. Ешқандай базар вокзал болған жоқ. Бәрі сондай сыпайы түрде. Сөйлеген сөздері нақты болды. Мен сол үшін осы өзімнің ризашылығымды білдірем. Сол үшін сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Рахмет ағайын. Және де мынандай қорытындыға келіп отырмын. Біз анда-санда осындай жиындарды өткізуіміз керек екен. Өйткені онлайн, мына Facebook болсын, Instagram, YouTube болсын, бір-бірімізді білеміз, тыңдаймыз, көреміз, коммент жазамыз. Ал бірақ та офлайн, көзбе-көз деген пікір талас, ой бөлісу, ол мүлдем басқа. Мен рухтанып отырмын да қазір. Рухтанып отырмын. Міне, сондықтан біз және де мен мынандай қорытындыға келіп отырмын. Бізге кеңсе керек екен. Біз офлайн кездесіп тұруымыз керек. Бізге студия керек. Бізге жүйелі былай жұмыс керек екен. Қазір мен біраз бүгін ертең демалайын, 1-2 ойым бар, идеям бар, мен өз идеяммен бөлісем. Біз жүйелі түрде жұмыс істеуіміз керек, ағайын. Рысбек ағамыз дайындаған қарарын біз жариялаймыз, связьда боламыз, байланыста боламыз. Рахмет айтам, алғысым шексіз. Ниетіміз, ойымыз бір жерден шығып жатыр екен. Және журналистерге арнайы осы бөлек алғысымды білдірем. Келгендеріңізге рахмет. Мына Азаттық, Ел Медиа, Орда, Борейко айтпақшы. Кім тағы? Енді республикада болды. Басқа да журналистерге рахметімді айтамын. Келгендеріңіз үшін рахмет. Өйткені бұл ақпарат енді халыққа жету керек. Сол ағайын осындай анда-санда кездесіп тұрамыз. Ортақ шара өткізетін боламыз. Жиындар болсын, митингтер болсын, осылай ой бөлісіп, бір-бірімізбен ақылдасып, бірге халқымыз үшін жұмыс атқара береміз. Және де мен ойлаймын, жеңісіміз алда, біріншіден алда, екіншіден алыс емес. Мен соны бүгін түсіндім. Алыс емес. Мына саяси тұтқындарға да біз ынтымағымызды көрсеттік. Жанболат Мамай, Әйгерім Тілеужанова, Ермек Нарымбай, Марғұлан Боранбай, Данат Намазбай, ана шетелде қаңғып жүрген Қуат Ахметов айтпақшы, Мироха аты жөнін қазір есіме түспей жатыр. Фейсбукта Мироха секілді отырды. Ол да қудаланғаннан кейін шетелге шығуға мәжбүр болды. Мен аталмағанда саяси тұтқындар қанша. Сол үшін бірге жұмыс істей береміз ағайын.
амандық болса ортақ жеңімізге жете береміз. Ораза қабыл болсын, ұстаған жандар өз мақсаттарына жетсін, Алла тағала түгел дұғаларды қабыл етсін. Жақсылықта кездескенше сау саламат болыңыздар.